Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын панкейктер дайындаймыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажет заттар: жұмыртқа, ас содасы, ванилин, тұз, май, айран және ұн қажет болады бізге. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз. Тұз, ванилин, қант, майды құйып, жақсылап араластырамыз. Айранды құямыз. Айран менде 3,2% дүкеннің айраны. Жақсылап араластырамыз. Еліктен өткізіп, ұнды саламыз. Еліктен өткізген маңызды, қамырымыз жақсы көтеріледі. Бір шай қасық ас содасын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Неге бізде осындай масса пайда болды. Тапамызды қыздырамыз. Қызып тұрған табаға ешқандай май ештеңе құймаймыз. Қызып тұрған табаға осылай бір ожаудан құйып пісіреміз. Тез піседі. Менде бірінші дайын. Үстіне осындай көпіршіктер шыға бастағанда асты пісті деген аудару керек ондай кезде. Үй жағдайында балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Балалар өте қатты жақсы көреді, сүйіп жейді, өте дәмді болып шығады. Қараңыздар, асты да үсті де қып-қызыл, өте әдемі болып пісіп шықты. Жұмсақ. Үстіне көпіршіктер шықты, аударамыз. Екіншісін құямыз. Қалған. Бұл менде ең соңғысы. Өте әдем болып пісіп шықты. Қараңыздар, қандай керемет. Қып-қызыл болып пісіп шықты. Жұмсақ, өте дәмді болып пісіп шығады. Тез дайындалады, оңай жасалады. Сіздер де үй жағдайында жасап көріңіздер. Мен үстіне осылай қойытылған сүт, сгущенканы осылай жасап шықтым. Сіздер қалауларыңызға қарай шоколад жақсаңыздар болады, варенье жақсаңыздар болады. Қалауларыңызға қарай. Үй жағдайында сіздер де жасап көріңіздер. Жақыныңызға, балаларыңызға жасап беріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.